Сәлем достар, сіздермен бірге айтылмаған құпия каналы. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ауыл жазға енді ғана қадам басқан. Көк шалғын, жап-жасыл талдар, бозала таңда оянған құстардың үні ауылдың әр бұрышын әдемі күйге бөлеп тұр. Мен Әсел, қалада оқимын. Каникулға ауылға келгеніме көп болмады. Ауылдың тыныштығы, самал желі, әжемнің ыстық құшағы бәрін ұмыттырады. Бір күні әжеммен бірге базарға барғанбыз. Сол жерде бір ерекше баланы көрдім. Қолында ақ таяқ, жанарын алысқа емес, ішкі денесіне қаратып тұрғандай. Сол баланың аты Ерлан еді. Әжем айтты: "Ерлан соқыр балам. Кішкентайынан көзі көрмейді, бірақ өзі өте ақылды және мейірімді." Сол сәттен бастап біртүрлі қызығушылығым оянды. Ертеңінде ауыл шетіндегі кітапханаға бардым. Есіктің алдында сол Ерлан отыр екен. Оның қолында Брайл әріптерімен жазылған кітап бар. Мен қасына жайлап барып отырдым. Ол мені естіді. "Сәлем, мен Ерланмын. Сен кімсің?" деді жай ғана жымиып. "Сәлем, мен Әселмін. Каникулға келдім", дедім қобалжып. Ол менен кітап жайлы сұрап, ұзақ әңгімеге тартты. Сол кезде оның жан дүниесінің тереңдігін сездім. Ол әлемді көзімен емес, жүрегімен көретін бала екен. Кейінгі күндері мен күнде кітапханаға баратын болдым. Ерлан менің даусымды бірден танып қуанатын. "Сен келгенде маған күн ашық болып кететіндей болады", дейтін ол. Мен оған кітап оқып беретінмін. Оның сұрақтары өте қызық, терең болатын. Мен де онымен сөйлескен сайын өзімді жақсы қырларынан, жаңа қырларынан тани бастадым. Бір күні Ерлан: "Мен бір күн болса да аспанды көргім келеді. Қандай екенін елестетемін, бірақ шынайы көре алмасымды білемін", деді ол. Сол сөз жүрегімді тербеп жіберді. Мен оған аспанның қандай екенін суреттеп бердім. Бұл оған қатты ұнады. Уақыт өте келе, мен оның қасында өзімді жайлы сезінетін болдым. Әр кездесуді асыға күтетін болдым. Ішімде бір нәзік сезім оянды. Бірақ оған айтуға бата алмадым. Бір күні ауылға көрші ауылдан бір қыз келді. Ол да Ерланмен танысты. Мен өзімді түсінбеймін. Біртүрлі қызғаныш билеп алды. Бірақ Ерлан бәрібір менімен ерекше сөйлесетінін байқап, көңілім орнына түсетін. Бір күні жаңбыр жауды. Бәрі үйлеріне тығылды. Тек мен және Ерлан ауылдың шетінде жаңбыр астында тұрдық. Біз көп сөйлестік. Мен оның қолынан алғаш рет ұстадым. Жүрегім дүрсілдеп кетті. Үйге келсем, анам Ерлан жайлы естіпті. "Балам, оның көзі көрмейді ғой. Сен үшін қиын болады", деді анам. Мен үнсіз қалдым. Бірақ жүрегім онымен болғысы келетінін түсіндім. Бір күні ауылда өнер кеші болды. Ерлан пианинода ойнады. Барлық ауыл тұрғындары оның өнеріне таң қалды. Мен де көз жасыма таңдандым. Ерланға жұлдыздар жайлы әңгімелеп беретін кеш болды. Ол менің әр сөзімді жүрегімен тыңдайтын. Сол түні мен оған қатты бауыр басқанымды сездім. Бір күні Ерлан қатты сырқаттанып қалды. Оны көре алмай қатты уайымдадым. Сол кезде өзіме, мен оны шын сүйемін деп анық айттым. Ерлан жазылып келген соң мен оған: "Ерлан, мен сені жақсы көремін", дедім. Ол үнсіз қалды да: "Мен де сені, Әсел, жаныммен жақсы көремін", деді. Ауылдың кейбір үлкендері біздің достығымызға қарсы болды. "Соқыр баламен не істемексің?" деген сөздер айтылды. Мен олардың сөзіне құлақ аспауға тырыстым. Ерлан мен бірге өскен өмірдің кез келген қиындығын жеңеміз деп уәде бердік. Бұл маған өте үлкен күш берді. Каникул бітіп, қалаға кететін уақытта келді. Ерланмен қоштасу өте ауыр болды. "Сен менің үмітімсің", деді ол. "Ал сен менің бақытымсың", дедім мен. Қалада жүргенде күнде хат жаздым. Ерлан да дыбысты хаттар жіберетін. Ол мені сағынып жүргенін айтатын. Күзде ауылға қайта келдім. Ерлан мені қарсы алуға шыққан. Оны құшақтап алдым. "Сағынып кеттім", дедім оған. "Мен де", деді Ерлан. Бір күні Ерлан: мен қалаға барып, зағиптарға арналған университетке оқуға түскім келеді", деді. Мен оны қолдадым. Армандар орындалады деп сендік. Уақыт өтті. Біз бірге қалаға келдік. Енді Ерлан өз армандарын жүзеге асырып жатыр. Мен де жанынан табыламын. Мен оның жан дүниесін көрдім. Біз үшін ең бастысы көзбен емес, жүрекпен көру екеніне көз жеткіздік. Қалаға келгеніміз жаңа, өмірдің есігін ашқандай болды.
ерлан зағиптар университетіне түсті. Мен де оқуымды жалғастырдым. Қала біз үшін мүлде бөтен еді, бірақ біз бір-бірімізге сүйендік. Таңғы уақытта ерланды сабағына апарып, кешкісін бірге кітапханаға қайтатынбыз. Қаланы ол басқа қырынан танитын. Әрбір дыбысты, әрбір иісті, әрбір жылуды жүрегімен сезетін. Сенің жаныңда болу маған батылдық береді, дейтін ол. Ал мен сенің жан дүниеңе ғашықпын, дейтінмін мен де. Біз үшін көздің көруі емес, жүректің көруі маңызды еді. Бір күні университетте шығармашылық байқау жарияланды. Ерлан да қатыспақ болды. Ол өз өмірі туралы эссе жазып шықты. Мен оның жазғанын оқып шыққанда жүрегім елжіреп кетті. Мен әлемді көрмеймін, бірақ сеземін. Әселдің күлкісі мен үшін күннің шуағы, оның дауысы көктемнің самалы. Менің көзім жоқ, бірақ жүрегімнің көзі бар. Ол эссесімен бірінші орын алды. Сол күні мен Ерланды құшақтап, бақыттан жылап жібердім. Сен мен үшін ең мықтысың, дедім оған. Ал сен менің жарығымсың, деді ол. Бірақ өмір тек қуаныштан тұрмайды екен. Ерланның денсаулығы қайта сыр бере бастады. Көздің жанарына байланысты операция ұсынылды. Бірақ бұл өте қауіпті еді. Егер сәтсіз болса, мүлде жарық сезбей қалуы мүмкін. Мен қатты уайымдадым. Қандай шешім қабылдау керек екенін білмедік. Сен менімен боласың ба? Егер бәрі өзгеше болып кетсе де, деп сұрады ол бір күні. Мен саған жаныммен байландым, Ерлан. Қандай болсаң да әрдайым қасыңдамын, дедім нық дауыспен. Операция күні жақындады. Біз екеуміз де қобалжыдық. Ерлан сыр бермегенмен, бірақ оның алақанынан дірілді сездім. Операция күні келді. Ерланды палатаға алып кетті. Біраз уақыттан соң дәрігер шығып, көзі 100% көрмейді, бірақ жарық пен көлеңкені сезетін болады, деді. Мен дәрігердің сөзіне құлақ аспадым, бірақ Ерланға барып, Ерланды құшақтадым. Біз бәрін бірге еңсереміз, дедім оған. Ол жымиып, сен менің жарығымсың, сенен артық жарық керек емес, деді маған. Жазғы демалыс келгенде біз бірге ауылға қайттық. Ауылда бәрі таң қалды. Ерлан сәл де болса жарықты сезе алатын болды. Ол ауылды, даланы, аспанды бұрынғыдан да терең сезінетін болды. Біз күн сайын далаға шығып, бірге серуендейтінбіз. Бір күні ол, сен менің жан дүниемнің жарығысың. Саған бір нәрсе айтқым келеді, деді. Ол қалтасынан кішкентай қорапша шығарды. Әсел, мен сені өмір бойы қасымда көргім келеді. Маған тұрмысқа шығасың ба, деді. Мен көзіме жас алып, иә, дедім. Біздің үйлену тойымыз ауылда өтті. Ауылдың барлық адамдары жиналды. Ерлан өз сөзінде, мен бұл өмірде көп нәрсені көрмеймін, бірақ Әселдің махаббатын жүрегіммен көремін. Бұл маған бәрінен де артық, деді. Тойда бәрі жылап, бізге бақыт тіледі. Біз бақыт дедік. Енді өмірдің жаңа белесі басталды. Үйленгеннен кейін біз қалаға оралдық. Ерлан университетін тәмамдады. Енді ол зағип балаларға арналған орталықта жұмыс істейді. Біз өте бақытты өмір сүрдік. Достар, осымен біздің хикаямыз тамам. Бұл шынайы өмірден алынған шынайы хикая. Ал сіздердің өмірлеріңізде осындай жағдай кездессе, сіздер де Әсел секілді көзбен емес, жүрекпен сүюді таңдар ма едіңіздер, әлде көзбен сүйгілеріңіз келетін бе еді? Комментарияға жазып, лайк басып, подписаться етіп кетейік.